Қаржылық мониторинг агенттігі Қарағанды облысы бойынша департаменті екі облыс тұрғынына қатысты Silver Systems Group атты қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарды деген күдікпен сотқа дейінгі тергеп тексеруді аяқтады. Бұл қаржы схемасы шетелдік инвестициялық компания ретінде көрініп, азаматтарға жоғары табыс әкелетін жобаларға инвестиция құюды, сонымен қатар медициналық каннабис өсіру мен сату, сондай-ақ басқа да инновациялық бағыттарды ұсынған. Алаяқтық схеманы заңды әрі ашық етіп көрсету үшін жеке кабинеттері бар арнайы сайт әзірленген. Қолданушылар өз шоттарын SWP және SWCT ішкі токендерімен толықтырып, оларды фиат ақшасына айырбастай алған. Алайда салымшылардың қаражатын күдіктілер өз қажетіне жаратқан. Келтірілген залалдың жалпы сомасы 52 миллион теңгеден асты. Сот күдіктілердің Астана және Теміртау қалаларында орналасқан жалпы құны 76 миллион теңге болатын мүлкіне тыйым салды. Күдіктілерге қатысты үйғамаққа алу және елден шықпау туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шаралары қолданылды. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу аяқталып, қылмыстық іс материалдары тараптарға танысу үшін жолданды.